көңілім төрдей болды, күл шашылған, шайтандар шариғаттан шын шошынған, айына жылына бір кездескенде діңкілдеп дінді айтпа деп ұрсасыңдар. Дүниенің мәні бар ма? Діннен бөлек басқаны пайда бар ма? Білгенде көп, басқарып бақылаушың бір ғана Алла. Күтпексің одан басқа кімнен көмек? Дәулетке шеттеріңнен ынтығасың, көбіңнің езуіңде күлкі басым, бастығың айтса құрдай жорғалайсың, Алла айтса құлағыңды жымқырасың. Жымқырған құлағыңды тығындайсың, сондықтан ақиқатты ұғынбайсың, ертеңің жайлы ойлауға ерінесің, өйткені бүгін мырза, бүгін байсың. Достарым, бірге өскен жолдастарым, бүгінде сендер басқа, мен басқамын, жалыны жан шыдатпас жаһаннамнан, келеді өздеріңді қорғаштағым. Жалт етіп өте шығар, жалған лезде, пайғамбар салып берген жолдан безбе, жағдайың қандай болмақ жігіттер ау, жаныңда Әзірейіл алған кезде, қараңғы көрде жалғыз қалған кезде, алақтап қияметтің қиын күні алдына жаратқанның барған кезде, көк аспан сөгілген кезде, жұлдыздар төгілген кезде, бүкіл тау тозаң боп ұшып, теңіздер шегінген кезде, қабірлер қопарылғанда, тегіс боп жотағырларда, адамдар шөп болып өніп, мінгенде қаһарын Алла. Мұхиттар қайнаған кезде, ормандар жайраған кезде, жүрегін пайғамбарлардың да қорқыныш жайлаған кезде, бар нәпсі жеңілген кезде, бар шаттық көмілген кезде, өміріңе рахат сыйлаған күнәңнен жерінген кезде, жүйкелер желінген кезде, әр сөзің терілген кезде, ғұмырың бір кітап болып қолыңа берілген кезде, қауіпті сезінген кезде, жігерің езілген кезде, атана бала-шағаңның бәрінен безінген кезде, бар бақыт бұрылған кезде, таразы құрылған кезде, әркімнен даулап ақыңды шыңғырып шырылдар кезде, сөзіңнен жаңылған кезде, тіреуге таңылған кезде, дүниеге қас қағым сәтке қайтар деп жалынған кезде, аңырап зарлаған кезде, көзден жас парлаған кезде, төбеңнен күн төніп келіп, көлеңке қалмаған кезде, дем жетпей алқынған кезде, сабырың сарқылған кезде, бойыңнан су болып аққан, теріңе малшынған кезде, берілген әрбір нығметтен сұраққа тартылған кезде, қорқыныш қосып аларсың, үрейдің досы боларсың, сол күні бүгінгі айтқан уағызды